Пайтақтымыздағы Аққу комплексінде Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті НУКС филиалы басамасыменен ветеринария медицинасы һәм шаруашылықтағы актуал машқалалар һәм олардың шешімдері атамасында халықаралық ilmi һәм ilmi-техникалық конференция өткерілді. Тәсіпкер репортажымыз міне су орнынан таярланған. Республикамыздағы бірқатар министрліктер Россия, Түркия, Қазақстан, Тәжікстан һәм Қырғызстаннан жетекші профессорлар, алымдар һәм экспертлер, ilmi зерттеу институтлары һәм жоғары оқу орындары уәкілдері, жас алымдар қатынасқан бұл үләш ilmi тәжірибе алмасу орны болуымен бірге ветеринария һәм шаруашылық тармақтарының келешегін белгілеуші, өзара біргесісу байланыстарын жаңа басқышқа алып шыққан ilmi уақия болды. Сөзге шыққандар мемлекетімізде ветеринария һәм шаруашылық тарауын модернизация ету жолында әмелге асырылып отырған реформалар һәм ilmi шеректілік мәселелерін айрықша тілге алды. Өзекті мәселелер талқыланып жатыр. Осы жалғыз бұл Өзбекстан мемлекетінде емес, барлық мемлекеттердегі мал шаруашылығы ветеринария саласындағы осы жасалып жатқан ғылыми жұмыстарымыз жөнінде осы ортаға салынып, ары қарай мемлекеттеріміздің дамуына осы ғалымдардың үлес қосатынына үлкен сенімдемін. Соңғы жылдары ветеринария медицинасы тек қана хайуандар денсаулығын тікілеумен шектелместен, азық-ауқат қауіпсіздігі, экологиялық тұрақтылық һәм биоқауіпсіздік саясатының ахметлі құрамлы бөлігіне айланбақта. Сонымен бірге конференцияда басқа мемлекеттерден келген жетекші қанегелер тарапынан хайуандар генетикасы, жұқпалы кеселіктерді ерте анықтау, вакцина технологиясын қалыптастыру, шаруашылықта экологиялық тұрақтылық системаларын жарату һәм санлы басқару моделдерін енгізу мәселелері бойынша ilmiy fikrlar bildirildi. Veterinariya meditsinasi va chorvachilik sohasida amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar va ularning yutuqlarini nafaqat respublikamizda, balki xalqaro mana shunday konferensiyalar orqali butun dunyoga tanitish va butun dunyoda ham O'zbekiston o'zining ilmiy salohiyati bilan o'z o'rniga ekanligini bildirishdan iborat bo'ladi. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida ilmiy kelib qolgan masalalarning biri шаруашылықта болған бір қанша проблемалардың бірі бұл климаттық өзгерулерінен келіп шыққан халда сол климаттық ықым шараятларына масласқан көш һәм сүт жөнелісінде қарамалар бас санын көбейту, оларды көбейту арқылы халықтың көш һәм сүт өнімдеріне болған талабын қанағаттандыру. Және бір айта кететін нәрсе, Орта Азияда біріншілерден болып Қарақалпақстан Республикасында Нәсілшілік ilmi зерттеу станциясында эмбрион трансплантациясының hamda эмбрион қайта істеу бойынша инвитро лабораториясының құрылуы да бұл үлкен ахметке ие нәрсе деп ойлаймыз. Конференция жұмағында ilmi үлесі қосылған ең белсенді зерттеушілер, ең жақсы баянатшылар анықланды. Соңында айтып өтуіміз керек, конференция материалдары топлам болып баспадан шығарылуы жобаластырылған. Және бір нәрсені тілге алуымыз керек, бұл халықаралық конференция филиалдың ilmi потенциалын және де жоғарылатып, ветеринария һәм шаруашылық пәндерінің рауаждануын белгілеп беруші ахметлі уақия сипатында есте қалары сөзсіз.